Сіздердің алдарыңызда мамандық таңдау уақыты видеоблогының жүргізушісі мен Құрбанияз Ақбота. Жасым 13-те. Енді мамандық деген не? Осы сұраққа жауап іздеп көрейік. Қазіргі қоғамда өзгерістер қарқынды жүріп жатыр. 1-2 жылдың арасында сандық технологиялық жетістіктер мамандық түрлерін өзгертіп жатыр. Сондықтан мамандық таңдағанда қай жерде жұмыс істеу керектігін де ойлану керек. Менің жасымдағы балалар табыс формуласына баса назар аударып, ойын шоғырландыруы қажет. Олар: бірінші, қажет формуласы еңбек нарығындағы талаптарға сай болуы. Екінші, қалауым формуласы армандар, қызығушылықтар, бейімділік және пейіл мен тілектердің белгілі бір мамандыққа бағытталуы. Үшінші, қолымнан келеді формуласы қабілеттер, білім-біліктер және денсаулықтың сай келуі. Міне осы формуланың 3 тағанын қазірден бойыңа сіңіріп үйренуің керек. Привет, друзья! Меня зовут Айжан, мне 12 лет. И с вами буду вести видеоблог «Время выбрать профессию». Я часто думаю о том, кем мне стать, кем я буду, какую профессию мне выбрать. Некоторые мои друзья уже определились. И я хочу выбрать такую специальность, которая точно будет мне по душе, будет соответствовать моим личным качествам. А самое главное, на нее должен быть спрос. И не только сейчас, но и через 9-10 лет, когда закончу учебу и в школе, и в высшем учебном заведении. Я хотела бы узнать, какие профессии появятся в будущем. Здравствуйте! Многие выпускники школ при выборе будущей профессии ориентируются в основном на ее престижность. Но после получения диплома остаются без работы. Как вы думаете, какие причины? Здравствуйте. Ну, причин, я думаю, что очень много. Все зависит от человека, конечно, от характера, от силы воли, от качества. Как вы думаете, какие профессии более востребованы в наше время? Ну, сейчас 21 век, мне кажется, наша нанотехнология настолько она быстро идет, настолько развивалась за последние 20 лет. Мне кажется, сейчас на первом месте у нас идет IT-технология. Как вы думаете, как человек должен готовить себя к будущей профессии? Ну, во-первых, мне кажется, все зависит, все это идет с детства. Сәлеметсіз бе? Сізге қояр сұрақтар бар мамандығыңызға қатысты. Сіз өз кәсібіңізді жақсы көресіз бе? Адам егер өзінің жақсы көретін ісімен айналысса, сол кезде ғана бақытты болады деп есептеймін. Бұл мамандыққа таңдауға не себеп болды? Енді шындығын айтсам, 4-ші сынып оқып жүрген кезінде бір телевизиялық сериалдар жаңадан басталып жатқан кезең еді. Сол кезде журналистер туралы бір телесериал көрген едім. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіздер ма? Сіздің ойыңызша біздің мемлекетімізге қандай мамандар жетіспейді деп ойлайсыз? Менің ойымша енді мен өзім педагог болғандықтан мен білемін, мына мектептерде математика, физика, ағылшын пәндерінің мұғалімі жетіспейді. Еңбек нарығы дегенді қалай түсіндіресіз? Еңбек нарығы деген ол мысалы қазір осы біздің қазіргі өмірімізге, талабымызға бәсекелестікке сай мамандықтар. Адам мамандығын таңдаған кезде нені басшылыққа алу керек? Ең бірінші адам өзінің біліміне және жүрегіне сай алу керек. Здравствуйте. Здравствуйте. А как вы выбрали свою профессию? Я свою профессию выбрала, я, знаете, очень хотела быть врачом. Мечтать о большом, но радоваться пока малому. В нашем возрасте не вредно мечтать о больших, о супергигантских профессиях, как, например, космонавт, бизнесмен-миллиардер и тому подобное. Каждый мечтает, и каждый достигает своих достижений, и свою мечту он должен воплотить в реальность. Выбирая профессию, мы выбираем и образ жизни. Так говорят специалисты. А как вы думаете по этому поводу? Ну, наверное, оно так и есть. Когда мы выбираем профессию, у нас образ жизни, в образе жизни можно многое подразумевать. Мой образ жизни, мы все время, мы медики, мы всегда на работе, мы всегда спешим на помощь людям. Как вы думаете, в каком возрасте ученик должен готовить себя к профессии? Мне кажется, что ребенок должен со школы уже ставить себе цель, мечту, кем он хочет быть.
Я, например, хотела с 5 класса быть врачом. Спасибо вам за интервью. Желаю удачи вам и вашей службе. Хочется дать несколько советов тем, кто выбирает профессию сегодня. Возьми на правило мечтать о большом, но радоваться пока малому. Многие выпускники школ, выбирая профессию, ориентируются в основном на ее престижность, не принимая во внимание то, что во многих случаях те качества, которые они обладают, не соответствуют данному виду деятельности. И не понимая, во сколько востребована эта работа на рынке труда сейчас. Мамандық таңдауда негізгі проблемадан құтылу үшін осыларды білуге тиіссіздер. Бірінші, мамандық әлемі туралы білімнің аздығы, әртүрлі мамандықтардың қызметтерінің қандай екенін білмеу. Үшінші, еңбек нарығы не үшін мамандықтарды талап етуін білмеу. Төртінші, көпшілігіміз бейімділігіміз бен мүмкіндігімізді бағалай алмау. Міне осы проблемаларды қазірден ескере отырып, қорытынды жасап және бүгіннен бастап мақсат қойып, жүзеге асыруға атсалысайық, достар. Ертең кеш болады. С вами были видеоблоги «Время выбрать профессию». Ученики детского и юношеского творчества Кордайского района. Шалом, патриоттық өлкетаның үйірмесінің шәкірттері Сыдық Аяқжан, Құрбания Захпата. бәріңізге сәттілік тілеймін. Друзья, всем удачи! Мамандық таңдау уақытыңды бос өткізбе!